Облыс әкімі Ералы Тоғжанов қалада салынып жатқан жолдарды тексеріп, ескертулер айтты. Енді Есет Батыр және Батыс екі аудандарындағы жолға жауапты мердігерлер жұмысты жеделдетуі тиіс. Сонымен қатар өңір басшысы бірқатар нысанның жұмысымен танысты. Мердігерлердің жұмыс қарқыны бәсеңдеп қалған себеп битум тапшылығы. Алайда облыс әкімі Шымкент қаласындағы битум зауытымен келісім жасаған. Оңтүстіктегі кәсіпорын Ақтөбенің сұранысын толықтай орындауға дайын. Десе де, өңір басшысы 2018 жылдан бері жолға жауапты болған мердігер тарапының 4 жылдағы жұмыс қарқыны төмен екенін айтты. Мердігер жауапкершілігіндегі жолдың қалған бөлігін салуға берілетін уақыт мерзімі белгіленді. Бізде 300 метр мұнда қалып тұр. Тәуелсіздік көшесі. Мына Шоқай көшесінде жоғарғы қабаты қалып тұр. Мына қалған жердің бәрі. Осы көшенің арғы басы. Біз тұрған жерді көрсетіп. Міне біз тұрған жер мұнда жер. Біз мына жердеміз. Мұндамыз, иә. Қанша қалғаны жер? Мына жер қалып тұр. Так. Жоғарғы. Қай уақытта бітіресің? Енді битум шешіліп отыр. Осы айдың соңына дейін асфальттың бәрін, основнойдың бәрін бітіремін. Осы кусок қалып тұрған. Жұмыс қарқынының тым төмендігі Есет Батыр тұрғын алабындағы жолға жауапты мердігер компаниядан да байқалды. 5 жылда 8 километр ғана жол салынған. Десе де, мердігер өзі жауапты жолды қазан айының соңына дейін салуға уәде берді. 5 лет строите 8 километров. Проблема у вас? Ну, определенные проблемы были, которые текущие решали? Нет, сегодня есть у вас проблемы? Сейчас нет проблем. У вас проблемы материальной базы или что там? Нет, техники у вас проблемы? Нет, к сожалению. Организационной работы у вас проблемы? Определенные трудности были в прошлых годах. В этом году все вроде наладили. До конца октября я думаю, что сдам мобиль. Мұнда тек жол емес, бірнеше нысанның құрылысы да жүріп жатыр. 2023 жылдың мамыр айына дейін оңалту орталығы бой көтермек. Жобаның жалпы құны 6,5 миллиардқа жуық. Айтып өтейік, оңалту орталығы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Орталық 5 гектар аумақты алмақ. Нысанның ішкі құрылымына келер болсақ. Бірінші лечебный бассейн. Сосын екінші мына основной корпус, мына приемный вход біз өзі тұрған жеріміз. Третий мына пищеблок, мына енді общежитие жасалатын жерлері. Мына гараж, сосын котельнелері бар. Основной міне мына жаңағы салып жатқан жер қазір осы жерде жүріп жатыр. Сонымен қатар аймақ басшысы Есет Батыр тұрғын алабындағы жылу қазандықтарын көріп қайтты. Мұнда кеңейту жұмыстары жүріп жатыр. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Өңір басшысы Әуе қалашығы ауданындағы жылу орталығының да жай күйін көріп келді. Бұдан бөлек Ералы Тоғжанов өңірді электрмен қамтамасыз етіп отқан серіктестіктің және жылу электр станциясының жұмысымен танысты. Жылуға, электрге, суға жауапты мекемелер жұмысты автоматтандыру мәселелерін қолға алу керегін айтты. Әр мекеме өздерінің жұмыс өнімділігі жайлы мәлімет берді. 21 скважина бар. 21 скважинадан осы жерге қалаға келіп бүкіл 21 скважина толықтай қалаға қамтамасыз етеді. Мекемелердің жұмыс қарқыны осындай, ал жолға жауапты мердігерлер қай айда қандай жұмыс атқарылған көрсететін кесте әзірлеуі қажет. Нұрбол Жауынбаев, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.